келесі аятқа мұқият қараңыз. Нун әріптен кейін не көріп жатырық? Шин ба? Шин көріп жатырық. Шин махражын анықтайықшы. Шин махражы қай жерде орналасқан? Тілдің ортасын, таңдайының ортасында. Ша. Аш. Аш. Ага. Таңдайға тиіп жатыр ма? Жоқ. Таңдайға тиіп жатқан жоқ. Сол үшін біз мына нун әріп шинге жасырған кезде, ихфа қылған кезде мен таңдайға тигізбеңіз. Одан кейін мен мұрынды салмаңыз қатты. Ол кемелі оны, бірақ ең кемелі шады ғой бізде. Сол үшін оны мен жоқ. Мен тіл не істейді? Тимейді еш нәрсеге. Шинге жасырамыз. Мен шәррил. Қане бірге. Мен шәррил. Одан кейін ро не болып жатыр бізде? Ро бізде шады болып жатыр. Роны шадыны ақысын беру үшін бірінші біз сукунға кірейік. Шәр. Шәррил. Шәррил. Вот так шады. Көрдіңіз ба? Тәштид. Шәррил. 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 Машалла. Біз не істейміз? Лямға кіреміз. Бізде камария одан кейін әріп келіп тұр. Шәррил. Шәррил. Мен шәррил. 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 Вас. Тағы да не істейміз? Син әріпті толық сипат беріп шығамыз. Сукун келді ма? Болды. Мысалы, шәррил. Лямды беріп сандық. Ол жақыр, ол банея, инфитах. Ол жана бізде не болды? Оның инхироф деген сипаты бар да. Несі? Син әріп. Хамс. Сосын не білеміз? Рахуа, истифаля, инфитах, және вас, сафир. Вас сықырдық па? Вас, васил. Не болды? Еке созамыз. Вас, ва. Сосын вас, ва деген нәрсе болмасын. Көпшілік өшірде оққан кезде қандай қате жасап қояды? Вас, васил. Жоқ, ва емес. Вас, ва. Осы біздің қазақ тілі, әлхамдулилля, соған жақсы келіп тұр араб тілге. Вас, ва. Орыс тілден шыққан кезде кішкене қиын болады. Деген дыбыс. Вас, ва, сил. Тағы да лямға кіреміз. Бізде мияқта не болады? Камария. Хо әріп келіп тұр. Вас, ва, сил. Хо әріп жуан болып келіп тұр. Ол естегілі әріп. Одан кейін не істейміз? Нунға кіреміз. Нун қандай? Ең кемел ғунна. Хоннас. Син әріп қандай сукун? Жоқ жерде пайда болған сукун. Арт сукун. Олына мәт келді ма? Не болады? Нешеге созамыз? 2 уаджиб, 4 алтыға жаз, біз 4-ке созамыз. Потому что біз басынан бастап 4-пен бастадық па, біз бәрін 4-пен аяқтаймыз. Мен шәррил васвасил. Бірге. Мен шәррил васвасил хоннас. Түсіндік па? Так, арғары, сенді ақысын беру үшін тағы да полностью сипат айтып шығамыз. Хамсты, жаңа рахуа, истифаля, инфитах, сафир, барлығын.